YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында қоқыс жәшігін бірге жасайтын боламыз. Менің YouTube арнамда лайфхактар ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Қоқыс жәшігін үй жағдайында жасау үшін бізге 5 литрлік бос бөтелке керек. Сонымен, үй жағдайындағы қоқыс жәшігі дайын болды. 5 литрдік бос ыдысты кесіп, мынандай бекіткішті қалдырамыз. И осыған пакет салып, осыған қоқыс сала беруге болады. Бүгін менің лайфхагым ұнаса, лайк басып, пікір жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.